Рейханды жетім қызды құтқарып қалғанына риза болып, оны қауымдастық қорының мүшесі болуға ұсыныс жасайды. Жавидан Рейханның қауымдастық қорының мүшесі болғанына қатты ашуланады. Содан ақша іздей бастайды. Танысынан ақша сұрайды. Бірақ ала алмайды. Содан өзінің қымбат брошкасын өткізбекші болады. Оны бір адамдарға апарып кепілге қойып қарызға ақша алады. Ақшаны қорға аударып, қордың басшысы болғысы келеді. Хикмет отбасынан мұра болып қалған броштың сейфте жоқ екенін айтады. Жавидан оны зергерге бергенін айтады. Хикмет оған кешке дейін брошканы әкеп қой деп ескертеді. Жавидан ақша табалмай ашуланып, ашуын Зейнептен алады. Оны жуынатын бөлмеге қамап қояды. Зейнеп қорқып бұрынғы күндерін есіне түсіріп жылайды. Рейхан келіп Зейнептің даусын естіп жүгіріп келеді. Жавиданмен ұрысып Зейнепті босатады. Жавидан қылмыскерлермен сөйлесіп үйден шығып кетеді. Рейхан соңынан шығады. Таксимен соңынан еріп келеді. Жавидан қарыз берушілерге келеді. Олар қарызды 2 есе өсіріп, брошты қайтармайды. Жавидан ашуланып, брошты қайтарыңдар деп айқайлайды. Ана адамдар бастықтарына хабарласып тұрғанда, Жавидан брошты ұрлап кетіп қалады. Бірақ ұстап алады. Жавидан айқайлап, полицияға барамын, мен Жавидан Тархумын деп айқайлайды. Бірақ бұл қауіпті адамдар Жавиданды ұстап қамап қояды. Рейхан Жавиданды Зейнептің анасымен кездеседі деген оймен келе жатыр. Ол Жавиданды сүйреп бара жатқанын көреді. Әмірге хабарламақшы болады. Әмір жағажайда Рейханды күтіп отырады. Оның телефонының қуаты өшіп қалады. Ал Рейхан оған хабарласа алмай, дауыстық хабарлама қалдырып, мекен жайды айтып үлгереді. Енді полицияға қоңырау шалып тұрғанда, бір ер адам қаруын кезейді. Жавидан жіберіңдер деп қарсыласып жатыр. Ер адам Жавиданның қарсыласқанына шыдамай бетіне ұрып жібереді. Жавидан ұшып түседі. Рейханды әкеп жанына кіргізеді. Жавидан Рейханды көріп таңқалып, сол адамдармен байланысы бар деп ұрсады. Ал Рейхан соңынан аңдып келгенін айтады. Және әмірге хабар бергенін айтады. Жавидан қорқып, олар бізді өлтіреді деп жылап отырады. Рейхан жұбатпақшы болады. Рейханға айқайлап ұрсып тастайды. Бұл уақытта әмір үйіне келеді. Рейханның үйде жоқ екенін көріп маған ренжіп жүр деп ойлайды. Жавидан есікті қағып айқайлайды. Ер адам кіріп Жавиданға ұрсып, итеріп тастайды. Жавидан отырып жылайды. Рейхан жұбатып отырады. Әмір телефонын қуаттап Рейханның дауысты хабарламасын тыңдап шошып кетеді. Бірден айтылған мекен жайға жолға шығады. Рейхан палтосын Жавиданға беріп, оны жұбатуға тырысады. Жавидан жұмсарып, брошты осы адамдарға кепілге қойып, ақша алғанын айтады. Ақшаны қайырымдылыққа аударғанын айтып береді. Қылмыскерлердің бастығы келеді. Оларды өлтіріп тастаймыз деп бұйырады. Жавидан өзінің өте кедей отбасында өскенін айтады. Кейін Хикметке байлығы үшін тұрмысқа шығып, туған бауырларынан бас тартқанын айтып береді. Қылмыскерлер кіріп екеуінің қолын байлап алып кетеді. Бір жерге әкеп қабір қаза бастайды. Әмір айтылған мекен жайға келіп іздей бастайды. Жавидан жіберуін өтініп жылап сықтап тұрады. Қылмыскерлер, сендердің қабірлеріңді ешкім таба алмайды деп айтып тұрады. Әмір жан-жақты іздеп жүгіріп жүреді. Бір кезде Рейхандарды байқап қалады. Ер адам біреуі ішке кетеді. Әмір оны ұрып құлатады. Рейхан әмірді байқап қалады. Әмір артынан келіп бастығын ұрып, қаруын алып кепілге алады. Анаған қолдарын шеш деп бұйырады. Ол шешеді. Әмір екі адаммен төбелесіп кетеді. Анасына қашыңдар деп айқай салады. Ол екеуі қол ұстасып қашады. Біреуі олардың соңынан қуып кетеді. Әмір төбелесіп ұрып жығып соңдарынан қуады. Жавидандар қашып ішке кіреді. Жоғары көтеріліп тығылып тұрады. Бірақ тауып алады. Сол қаруын шығарып ұстамақ болады. Екеуіне төменге секіріңдер деп айтады. Рейхан жалынып жіберуін өтінеді. Әмір оларды төменнен көріп жүгіреді. Жавидан қылмыскермен алысып кетеді. Жавиданды итеріп жібереді, Рейханда қарсы шығады. Рейханды ұрып жібереді. Әмірде келіп жетеді. Қылмыскерді ұрып талдырады. Рейхан мен Жавидан құлайын деп асылып тұрады. Әмір екеуінде қолдарынан ұстап шығара алмай қиналады. Рейхан, мені жібер, анаңды құтқар дейді. Содан әмір анасын бірінші шығарады. Сосын Рейханды зорға дегенде шығарып алады. Рейхан талып қалады. Әмір жаны шығып, не болды жараланғанда деп анасынан сұрайды. Рейхан есін жинайды. Әмір оны құшағына алып, мен сенсіз өмір сүре алмаймын дейді. Жавидан бұған таң қалады. Үшеуі үйіне оралады.
Үйге оралған соң Хикмет бәрін біліп, Жавиданға қатты ұрысып, оны жауап қалады. Ол Жавиданға жазылған акцияны алып, құжаттарға қол қойғызады. Мынаған тез қол қой деп жекіреді. Жавидан бәрінен айырылғанын түсініп жылайды. Мен өзгеремін, бәрін қалпына келтіремін, Рейханның да жүрегін жаулаймын. Ол менің өмірімді құтқарды деп айтады. Рейхан есік сыртында олардың сөзін естіп, Әмірге анасын қолдауын сұрайды. Әмір кабинетке кіріп әкесін сабырға шақырады. Рейхан Хикметпен сөйлеседі. Жавиданға екінші мүмкіндік беруін сұрайды. Хикмет, сен үшін беремін дейді. Әмір Рейханға әкесін көндіргеніне рахметін айтады. Және анасына жасаған қамқорлығына рахметін айтып тұрады. Сезімін айтқысы келеді. Бірақ айта алмайды. Кешке барлығы ауызашарға жиналады. Рейхан дастархан әзірлейді. Барлығы оның тағамын мақтайды. Қауымдастықтан Рейханға хат келеді. Хатта Рейханның қайырымдылық қорының мүшесі болып сайланғаны белгілі болады. Барлығы қуанады, ал Жавидан оны қызғанады. Алайда Рейхан бұл атақтан сыпайы түрде хабарласып бас тартады. Жавидан бұған таң қалады. Кейін Рейханнан кешірім сұрайды. Сен жайлы қате пікірде болдым, жүрегімнің кең екенін енді байқадым, Әмір қатты өзгерді, сені жақсы көреді. Мен оның көзінен байқадым деп кешірім сұрайды. Әмір Рейханға сезімін мойындамақ болады, бірақ қысылып айта алмайды. Рейхан жүзігін шешіп жуынуға кіріп кетеді. Нигар Рейханның неке жүзігін киіп көріп, қайта шеше алмай әбігерге түседі. Сосын шығып кетеді. Рейхан жүзігін таба алмай, уайымдай бастайды. Кейін Нигар оны білдірмей орынға қойып кетеді. Эмир кеңседе Рейханды ойлап отырады. Кабинетке Зафер кіріп, оның бұрын айтқан сөзін есіне салады. Үйленгендеріне 3 ай болды. Енді Рейханмен ажырасатын уақытың келді деп мазақ етеді. Бұл сөздер Әмірді терең ойға қалдырады. Ол 3 ай бұрын Рейханға ешқашан жақындамаймын деп уәде бергенін есіне түсіреді. Рейханға қоңырау шалады. Рейхан Сунамен ауруханада отырған соң қоңырауға жауап бермейді. Рейхан маған ренжіп жүрген шығар деп ойлап үйіне асығады. Үйге келген Әмір үстел үстінен неке жүзігін көріп, Рейхан оны шешіп тастаған деп ойлайды. Ашуға булығып ол бөлмеге кірген Рейханға суық сөйлеп, қайда қаласаң да бара аласың. Бірақ мені күйеуім ретінде қабылдамасаң да, бұл жүзікті некеміздің соңына дейін шешпейсің деп, жүзікті Рейханның саусағына қайта кигізеді. Рейхан оның ашуының астарында реніш пен қорқыныш жатқанын сезеді. Әдейі шешті деп ойлап тұр ғой деп айтып тұрады.